Biz туылганда өмірге жалаңаш келеді екенбіз, ал қайтқанда да дәл солай жалаңаш кетеді екенбіз. Туылганда келеміз құралақан, ал қайтқанда да қайтамыз құралақан. Бұл шындық қой, айтқаны мәзіл емес, өмір жолын шындыққа тураласаң. Келген бұл өмірден де жоғаласың, тойың, ойын болады қонағасың. Соңында ойлап көрсең 2-ақ метр ақ шүпірекке оранасың. Өкініште. Көз салып қарап тұрсам атырапқа, күз келсе жерге түсет жапырақта. Өлместей өмір сүріп жүрген адам ойласам шынымен де ақымақ па? Бір күні айналамыз барлығымыз бір уыс үйіп қойған топыраққа. Күнің қалады арт жақта алшақтаған, топыраққа айналамыз мал таптаған. Осының бәрін ойлап кей күндері отырады көбінде шаршап балаң. Мұңаямыз, күлеміз, қуанамыз, білдіртпейміз жасырын жылағанбыз. Жоғалтпайық адамдық қасиетті, өйткені біз тірі адамбыз. Біріміз мұқаң ал біріміз тірабаймыз. Біреуден мінді көрсек кінәлаймыз. Біздер солай қатыгез болып барамыз ба? Тіпті өлімге кірсек те жыламаймыз. Өлчеулі өмірде болайықшы кешірімді, тигізбе ешкімге де кесіріңді. Ал мен солай армандауға жаратылған арман деп қойғаннан соң есімімді. Бай болып өмір сүрген өміріңнің пайдасын ел көрмесе несі құнды? Мен ойласам өмір сүрудің ең басты мақсаты тек өзің үшін ғана болмауы керек екенін түсіндім. Адам күні адаммен емес пе, біз бізге мұқтаж жандарға пайдамызды тигізуіміз керек екен. Егер біз жарық шырақ болып жана алсақ, онда біздің сәулеміз сол мұқтаж жандарға түседі. Экран алдындағы сіз, мен сізді жақсы көрем. Егер сіз де мені жақсы көрсеңіз.